Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Мен бүгін сіздерге мясной пирогтың рецептін ұсынамын. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан керемет шығады. Ең алдымен айранымызға сотымызды салып, жақсылап араластырып, көтерілгенше бір шетке қоя тұрамыз. Сосын електен өткізген ұнымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін салқын сары майымызды салып, крошка жасаймыз. Крошка жасап болғаннан кейін жаңағы көтерілген айранымызды құйып, қамыр илейміз. Егер қамырларыңыз қатты болып жатса, оған уайымдамаңыздар. Ол піскен кезде өте жұмсақ болады. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін салмасын дайындаймыз. Ең алдымен пиязымызды 4 бұрыштап ұсақтап турап шығамыз. Сосын картошкамызды де дәл солай ұсақтап 4 бұрыштап тураймыз. Етімізді де 4 бұрыштап ұсақтап тураймыз. Барлығын турап болғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш салып араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымызды үлкен және кіші 2 бөлікке бөліп жаямыз. Ең бірінші үлкен бөлігін жаямыз, бұл астыңғы бөлігі. Табамызға қағазымызды төсейміз, оның үстіне қамырымызды жайып, салмамызды саламыз. Сосын жоғарғы бөлігін жаямыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін салмамыздың үстіне жайып, жан-жағын бекітіп шығамыз. Бекітіп болғаннан соң видеодағыдай шеттерін түйіп шығамыз. Шеттерін бекітіп болғаннан кейін видеодағыдай түйіп шығамыз. Ортасын тесіп, шанышқымен тесіп шығамыз. Пирогымыздың барлық жеріне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жаңа ортасын тестік, со тескен жерімізге сары майымызды саламыз. Пирогымызды 180 градуста 40-45 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.